Жаңа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамаданды үшке бөлді. Әуәлуху рахмат. Айдың алғашқы 10 күнінде Алланың рахматы жауады. Ва аусатуху магфира ва ахиру итқун минан нар. Ортаңғы 3 күн 10 күнде Алланың магфираты болады. Тағы соңғы 10 күнде тұзақтан, оттан құтылу күндері деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ғұламалар бір неше түрлі тәпсірлеген бұл не себептен алдынан рахмат болады Алланың, ортасында Алланың мағфираты. Молана Халил Ахмад Сахаранпури рахмулла осы хадистің шархында Базлул Маджхуд фи шарх Аби Дауд бұл адамдардың жағдайына байланысты дейді. Мысалы, кейбір адамдар болады дейді. Кейбір адамдар, олар күнәлары аз дейді. Олар күнәлары аз, сол айдың басталғанынан Алланың рахматына қосылады дейді. Алла тағала ай басталды, өз рахматына бөлейді дейді оларды дейді. Олар кім? Күнәлары аз, әрқашан истиғфармен, әрқашан тәубемен жүрген адамдар дейді. Әрқашан Алладан кешірім сұрап жүрген. Олар өз күнәларын жеңілдетіп алған адамдар. Ай Рамадан айы кіргенден оларға Алланың рахматы басталады. Тағы екінші адамдар болады дейді. Олардың күнәлары бар дейді. Олар не істейді? 10 күн ішінде ибадат жасап, құлшылық қылып, 10 күннен кейін Алланың мағфиратына бөлінеді дейді олар дейді. 10 күннен кейін құлшылық қылып, ибадат қылып, Алладан кешірім сұрап, олар Алланың жаңағы мағфиратына бөлінеді дейді. Кейбіреулер күнәлары көп дейді. Олар ең соңғы күндерінде, яғни 10 күн соңында ибадат қылып, яғни 20 күн ибадат қылғандан кейін соңғы 10 күнде олар Аллах тағала күнәларын кешіріп тұзақтан құтқарады дейді. Бұлар адамдардың, мұсылмандардың жағдайына байланысты деп қылған біреулер. Яғни кейбіреулер амалдары әрқашанда истиғфармен, әрқашанда тәубемен өткен күндері оларға айдың басынан рахмат қосылады оларға. Алланың рахматына бөленеді олар. Кейбіреулер күнәлары бар, бірақ азырақ жеңілді, олар сол айдың ортасына дейін жүреді. Ибадат қылып, кешірім сұрап, соңында Алла тағала ортасында оларды мағфират қылады дейді.